Зекет берсеңіз, онан арман байи бересіз. Сіздің байлығыңыздағы зекет сіздің ақыңыз емес, ол сізге тән емес. Ол Алла мен кедейлердің сіздегі ақысы, ол сіздегі аманат. Оны Алла осылай еткен. Сондықтан зекет бермеу елдің хақысын жеуге, ұрлық істеуге, аманатқа қиянат етуге жатады. Ол сізге 100% харам. Зекет сізге мүлік емес, бірақ аса улы нәрсе. Ол отбасы, бала шағаның иманын ұрлайды, құтын қашырады. Біреудің зекет беруге шамасы келе тұра зекет бермесе, бұл осы адамның Алла қарғысына ұшыраған, тәлейсіз жан екендігін білдіреді. Бұндай адам өзіне зұлымдық жасайды. Ол өлгенде оның байлықтары жаман балаларының немесе жаман адамдардың қолына түсіп, ақшалары тынбай харамға жұмсалып тұрады. Міне осылай, ол адам көрде жатып қалған байлығының күнәларын жинай береді. Ал зекет байлықты тазартады, бойды жеңілдетіп, жүректі кеңітеді, жан тән саулығын береді, береке әкеледі. Адамдар зекет берсе, кедейлесеміз деп ойлайды. Жоқ, мүлдем керісінше, зекетпен адам кедейлеспейді, бірақ байи береді. Байығыңыз келсе, зекет беріңіз. Кей адам зекет берем деп жүріп, бере алмай кетеді. Ал бұл бейшаралық нәпсінің сараңдығынан келеді. Зекет 1,5% ғана. Адамдар Алла белгілеген осы зекеттен қашады. Ал осыған орай, қазіргі кезде олардың соры қайнап, 30-40% салық тапсыратын болған. Тіпті ақш, Европа елдерінде 80%-ға дейін салық тапсырады. Олар соншама көп салықты ай сайын тапсырады, ал зекетті жылына бір тапсырасыз. Зекет бере алмау нәпсіміздің сараңдығынан келеді. Зекетті еш ойланбастан беріңіз. Егер мұсылмандар нәпсілерін жеңіп, зекетін бере алса, жерде кедей адам қалмайды. Мәулана Шайх Мехмет Хазірет.